Сәлем балақай. Бүгін біздерде математика сабағынан 6 санының құрамы деген тақырып. Сабақты бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк қалдыруды ұмытпа. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 6 санының құрамы. Суретке қара, заттарды сана деген тапсырма берілген. Тақтада ілініп тұрған үшбұрыштарды санайық. Алдымен 2 ақ үшбұрыш бар, одан кейін 4 ал қызыл үшбұрыш бар екен. Барлығы бізде сонда 6 үшбұрыш болады. Келесі төртбұрыш, сары түсінен 3, көк түсінен 3 бар. 3 қосылған 3 тең 6-ға. Барлығы 6 төртбұрыш бар. Келесі бұл 6 бұрыш. Қызыл түсінен 5 бар, сары түсінен 1 бар. Сонда барлығы бұл жерде 6 бұрыш бар. Келесі тапсырма заттардың санын салыстыр. Алдымен үшбұрыштардың санын салыстыру керек. Бұл үшбұрыштар тақтада ілінген. Ақ үшбұрыштың саны 2, ал қызыл үшбұрыштың саны 4. 2 кем 4-тен болады. Келесі пирамидаларды салыстырамыз. Ол мына жерде тұрған жасыл және қызыл түсті. Жасыл түсті пирамиданың саны 4, қызыл түсті пирамиданың саны 2. 4 артық 2-ден болады. Келесі дөңгелек шарларды салыстырамыз. Күлгін түсті 3, көк түсті 3. 3 тең 3-ге. Келесі сары және көк түсті төртбұрыштарды салыстырамыз. Сары төртбұрыш 3, көк төртбұрыш 3. 3 тең 3-ге. Келесі қызыл түсті және сары түсті 6 бұрыштардың санын салыстырамыз. Қызыл түсті 6 бұрыш 5, сары түсті 6 бұрыш 1. 5 артық 1-ден. Келесі оқушылардың партасын және тақтаның санын салыстыратын боламыз. Оқушылардың отырған партасының саны 6, ал тақта 1. 6 артық 1-ден. Келесі тапсырма балақай 6 санының құрамына берілген. Енді мына жердегі ұяшықтарға назар аударайық. Қызыл түсті 6 бұрыш берілген және 1 көк түсті 6 бұрыш берілген. Екеуін қосқанда 6 болады. Келесі 4 қызыл түсті 6 бұрыш, 2 көк түсті 6 бұрыш. 3 қызыл түсті, 3 көк түсті 6 бұрыш бар. Одан кейін 2 қызыл түсті, 4 көк түсті. Келесі 1 қызыл түсті 6 бұрыш және 5 көк түсті 6 бұрыш бар. Сонда барлығын қосқанда 6 шығады. Бұл 6 санының құрамы. Келесі тапсырма бос орындарға тиісті сандарды ата және жаз. Бұл жерде тағда қызыл және көк түсті 6 бұрыштар берілген. Енді бос орындарға қандай санды жазамыз, соны анықтайық. Алдымен 3 түсті міне қызыл 6 бұрыш берілген. 3 жазылып тұр. Енді көк түсті тағда 3 6 бұрыш берілген. 3 қосылған 3 тең 6-ға. Келесі 6 берілген 6 бұрыштың 3-ін алып тастайтын болсақ, неше қызыл 6 бұрыш қалып тұр? 3 қалып тұр. 6 азайту 3 тең 3-ге. Келесі 4 қызыл түсті берілген және 2 көк түсті 6 бұрыштарды біріктірген. Сонда 4 қосу 2 тең 6-ға. Келесі бұл жердегі қосындылардың санын ауыстырамыз. 2 көк түсті 6 бұрыш бар және 4 қызыл түсті 6 бұрыш бар. Екеуін қосқан кезде барлығы 6 болады. Келесі берілген 6 бұрыштардың екеуін шекеріп тастаймыз. Сол кезде 4 қызыл түсті 6 бұрыш қалады екен. Келесі осы 6 бұрыштардың ішіндегі 4 қызыл түстісін алып тастаймыз. Сол кезде бізде 2 көк түсті 6 бұрыш қалды. 6 азайтылған 4 тең болады 2-ге. Келесі енді бұл жерден 2 көк түсті 6 бұрышты алып тастаймыз. Сол кезде 4 қызыл 6 бұрыш қалады. Қызыл түсті 6 азайтылған 2 тең 4-ге. Келесі 5 қызыл түсті 6 бұрыш берілген және жанына 1 көк түсті 6 бұрышты қосқан. Сонда барлығы 6 бұрыш болды. Келесі 1 көк түстіге 5 қызыл түсті 6 бұрышты қосамыз. Барлығы 6 болды. Енді азайтуға қатысты. Осы 6 бұрыштардың ішінен 5 қызыл
түсті алты бұрышты азайтып тастайтын болсақ, тек қана бір көк түсті алты бұрыш қалды. Келесі, осы алты бұрыштардың ішінен біреуін азайтып тастаймыз. Көк түстіні, одан кейін 5 қызыл түсті алты бұрыш қалды. Келесі, бізге 6 түрлі түсті бояу карандаш берілген. Оны біздер 3 стаканға бөліп салу керекпіз. Ол үшін мынадай кестені пайдалансақ болады. Бірінші стаканда үнемі 2 карандаштан тұрады да, қалған карандаштарды 2 стаканға бөліп салу керекпіз. Енді оның әртүрлі нұсқасы бар. 2-ден салыну мүмкін. 1 стаканға 1-еуін, қалған стаканға 3-еуден салу мүмкін. Келесі 2-ші стаканға 3-еуін, 3-ші стаканға 1-еуін салуға болады.